Соңғы 2 айда оқыған кітаптарыма шағын талдау. Бірінші, Мұхтар Мағауиннің шығармалары. Жалпы Мұхтар Мағауиннің шығармаларының негізгі өзегі қазақ халқының өткен өмірі, салт дәстүрі, ерлік рухы. Ерекшелігі тарихи шындық пен көркем қиялды ұштастыруы. Оның тілі бай, ұлттық бояуға қанық, кейіпкерлері қайсар әрі ұрықты болып келеді. Келесі Ғабит Мүсірептің Ұлпан романы. Бұл романда өзінен әлдеқайда үлкен әкесіндей жасы бар Есенейге тұрмысқа шыққан Ұлпан жайлы. Ұлпан бұл қадамды жеке басының бақыты үшін емес, елдің тыныштығы мен әкесінің жағдайын ойлап барады. Ол қиын тағдырға мойымай, ақылдылығы мен сабырлылығының арқасында Есенейдің сенімді серігіне, еліне сыйлы анаға айналады. Келесі Дулат Исабековтың Қарғын, Гауһартас, Сүйекші, Дермене. Жалпы Дулат Исабековтың шығармаларынан автордың өмірі, бейнесін айна қатесі салатын шеберлігі айқын байқалады. Әрбір шығармасының негізгі өзегі адам және оның сан қатпарлы өмірінің айшықты деталдары анық байқалады. Әсіресе Дермене, Сүйекші, Бекет повестерінде өмір шындығы өнер тілінде шынайы суреттеледі.